Осы уақытқа дейін бізде не болды? Таяу шығыстағы модельдер копияланды. Таяу шығыстағы бақырып, жылап, күліп, күлдіріп, анекдот айтып, уағыз айтатын осындай эмоционалды уағызшылар өте көп. Олар үлкен аудитория жинап алды. Енді дін негізінде талай бұны айтылды, енді сериал да емес. Дін ол романтика да емес. Дін ол Құдайдың діні. Негізінде оны суыққандықпен сакина дейді. Кез келген діннің мақсаты жахилияны жеңу. Жахилия деген ол тек қана надандық емес, агрессивность. Әртүрлі эмоциялық, қызбалық. Дін сол жахилияны жеңу үшін келді. Дін сакинаны және итминан дейді. Сакина деген рух тыныштығы, жүрек тыныштығы. Итминан деген ол да солай. Осыларды орнату үшін келді. Мысалы Құранда «Әла би зикриллахи татмаиннул қулуб» Алланы еске алумен жүректер тынышталады деген. Міне сол тыныштық, итминан, сол сакина ол негізінде мұсылманның негізгі сипаты болу керек. Бірақ қазіргі таңда ақпараттық заманда өмір сүріп жатырмыз ғой. Сол эмоционалдық, ғажайып бір оқиғаларды айту, ғажайып бір қиссаларды келтіру, адамды шамадан тыс сакрализациялау, сондай әдістер басым. Бұл әдістер тұтынушыға жеңіл, себебі ешқандай интеллектуалды жұмысты талап етпейді. Эмоцияны, дінді бір сериал қарағандай қарап отырасыз да, сізге белгілі бір, сізді күлдіреді кейде жылатады, осындай бір эмоциялық тауарға айналып кеткен.